بسم الله الرحمن الرحيم. Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning kezida bir kuni payg'ambar meshitda o'tiradi. Ya'ni amalni yaxshiroq istaydi degan so'z. Amal istagingizda ahsan amalan underline deb so'radi. Akhlasahu va aswabahu deydi. Amal yaxshi bo'lib qay kezdе? Ол amal deydi. Ixlosмен жасалса, және сүннетке сәйкес жасалса, сол кезде ол жақсы амал болып есептеледі. Оған дейін жақсы амал болып есептеледі. Енді осы жерде мына бір нәрсеге көңіл бұруымыз керек. Амал жақсы істелінуге байланысты осы екінші аятымызда пайғамбарымыз бір күні мешітте отыр еді. Сахабалар қасында отыр. Пайғамбар алдында айтты: "Ятулу алейкумул ан ражулун мин ахлил жанна." Бұл сөзден кейін сахабалардың жүректері деген қобалжып кетті. Көздері жәутеңдеп кетті. Пайғамбар не деп айтты мешітте тұрған сахабаларға? "Қазір мешітке бір адам кіріп келеді" деді. "Қазір сендер отырсыңдар ғой" деді. "Есікке қарап отырыңдар, қазір есіктен бір адам кіріп келеді. Сол адам жәннаттың адамы" деді. Сахабалар бәрі есікке қарап отыр. Кім деп? Кіріп келген адам кейін кіріп келді. Бір адам. Сол қолында аяқ киім ұстамаған, сақалын су тамшылап тұр. Ол керемет ұлы сахаба емес еді. Абу Бәкір емес, Омар емес, Осман емес. Ол қайсы айтылды? Оның аты кім екенін әлі біз білмейміз. Қарапайым бір адам мұсылман кіріп келді, бұл ешкім ойламайтын. Сол үшін біз отыруымыз мүмкін. Алла біледі, сіздердің араларыңызда бізден дәрежесі қанша жоғары адамдардың отырғандығын бір ғана Аллах білуші. Сондықтан шынымен Аллах біздердің түрімізге қарамайды, бойымызға, малымызға қарамайды, біздің жүректерімізге қарайды екен. Жаңа адам кіріп келді, бәрі таңғалып қарады, ол адам білмейді не болып жатқанын. Ешкім адам естіген жоқ. Ол қарап қалды, елдің бәрі оған қарап тұр, ұялды, кетті мешітке жайғасты. Елдер армандап, қандай бақытты адам деді. Кетті, бір күн өтті, екінші күн. Екінші күні пайғамбардың қасында сахабалардың бәрі отыр. Бірақ та пайғамбарымыз қайтадан айтты: "Яттулу алейкумул ан ражулун мин ахлил жанна." Қазір есіктен бір адам кіріп келеді, жәннаттың адамы деді. Сахабалар қайтадан бүгін кім еді? Кеше анау адам екен жәннаттың адамы. Бүгін кім болған екен деп бәрі ұмтылды. Күніге бір адам жәннаттың адам кіре беретін болса керемет қой деген. Мен де сол болып қалам ба деп үміт қылады адам баласы. Бәрі қарады. Кешегі адам келіп тұр. Бұл кешегі күйінде. Сол қолында аяқ киім ұстамаған, сахабалар су тамшылап тұр. Кіріп келсе бәрі қарап тұр, көздері бақырайып. Түсінбей қалды ыңғайсызданып. Барып отырды. Сахабалар таң қалды. Бұл да таң түсінбейді. Елдің бәрі жәннатқа кіретін адам деп жатыр. Пайғамбар айтып жатыр. Қызығып жатыр. Және қызыққа қараңыздар. Ол бірінші болып пайғамбар қасында отырған жоқ ол сахаба. Ол кейін келді. Ол ендірен алып келді. Оның атын ешкім білмейді. Олар тұр бір Абу Бәкір, Омар сияқты біреу кіріп келеді. Жоқ, қарапайым бір шаруа кіріп келді, қол аяқ киім ұстап. Сақалы судан. Үшінші күні келді. Үшінші күні пайғамбар қасында отыр еді. Пайғамбар айтты: "Яттулу алейкумул ан ражулун мин ахлил жанна." Қазір есіктен бір адам кіріп келеді мешіттің есігінен. Ол жәннаттың адамы, көріп алыңдар деді. Бәрі қайтадан қарады. Қайтадан сол адам. Қайтадан аяқ киімі сол адамда. Сақалынан суарып тұр. Бәрі таң. Сол сахабалар ішінде Абдулла Амр ибн Ас деген сахаба болған. Ади Хурайрада менен хадисті көп жаттаған ешкім жоқ, бірақ Абдулла ибн Амр ибн Ас менен көп жаттап екен, ол жазып жүретін дейді. Жазалатын сондай бір сауатты сахаба еді. Ол зерек еді, біліп қойды да тегін емес. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бірнеше адамдардың куәлігінде Аллахтың үйінің ішінде бір адамға 3 мәрте жәннатқа кіретін адам деп айтты. 3 рет сол адам кіріп келді. Оның біздерден артық бір амал болуға тиісті. Оның бір садақасы бар ма, жоқ тахаджуды бар ма, бір керемет ықыласты ісі бар ма, бір амалы бар, оны жәннаттан кіргізіп жатыр ол. Бекерден бері айтылған жоқ. Мен білейінші, мен де жәннатқа кірейінші, соны үйрен, мен де сол амалды істейінші деген ниетіменен жаңағы адам айтты: "Әке, мен кішкене сөзге келісіп қалдым. Сөз беріп қойдым, 3 күнге түнемейін деп. Сіздің үйге түнесем бола ма деп. Я жарайды, түнеміз деп. Бар. Болды. Абдулла Амр ибн Ас түнде аңдыды. Өйткені көп парыздар ішінде ең керемет құлшылықтың бірі тахаджуд еді. Көп адамдар тахаджудке қызығады дейді.
Сөйтіп барып түнімен аңдамадым. Қазір түнде тұрып тахаджуд оқитын шығар, жылайтын шығар. Bir duası var, сол duasını Құдайдан сұрайтын шығар, сол duasını жаттап алу керек болды ма, намазын көру керек болды ма, аңдып жатты. Түнімен Абдулла ұйықтамай жатыр. Барды. Мақсаты да солай білгісі келді. Сөйткенде саған тұрған жоқ. Ұйықтамай жатыр. Анда-санда бүйтіп алдаған кезде айтады. Субханаллах, Аллаху акбар, ла иляха, осы сөздерді қимылдаса сонда бір зікір айтып кеткен болды. Басқа ештеңе жоқ. Ойлады, бүгін шаршаған екен ғой. Ертең тұрады. Ертең дәл сол тіршілік жоқ, ештеңе жоқ, ұйықтап жатыр, таң намазына тұрды. Шаршаған жоқ. Бүгін де шаршаған бір бірдеңе, үшінші күні ештеңе жоқ. Мынаны істеп жатқан құлшылықты біз де істеп жатырмыз ба? Ештеңе көре алмайды да, не күндіз көре алмайды, не кешке көре алмайды, не түнде көре алмайды. Сосын үшінші күні айтты, мен осындай ниетке бердім, пайғамбар сосын сіз тұрып 3 мәрте айтты сахабалардың алдында. Үшеуінде де сіз кіріп келдіңіз. Сол мен бір ойлап едім, сол амалды іске айтпай бір көрейінші дедім, көре алмадым. Мен көре алмаған бір құлшылығыңыз бар шығар, айтыңызшы өзіңіз дейді. Не көрсең сол дейді, мен артық ештеңем жоқ дейді. Мен осы күнделікті тіршілігім осы дейді. Басқа ештеңем жоқ дейді. Я дейді, жоқ дейді. Адам ойланып кетіп бара жатқан кезде ана кісі шақырып тоқташы дейді. Бірақ бір амалым бар дейді. Қандай дейді. Менің мына жүрегімде дейді. Төсекке жастыққа басын тергесе дейді. Bir мұсылманға деген жаман ой мен көре алмасын дейді, сақтамай келген екен дейді. Мына жүрек мұсылман үшін тап-таза дейді. Ал бұл қолдан қиын амал осы екен дейді. Бұл құлшылық бауырлар. Құлшылық. Аллах Тағала біздің қайсың көп амал істейсің деп отқан жоқ, қайсың жақсы амал істейсің деп отыр. Аллах біздің жүрегімізге қарап отыр. Оққан тілімізге емес, мөлдіреген көзімізге емес, сорайған бойымызға емес, малымызға емес, бала-шағамызға емес, ілімімізге емес, Аллах Тағала біздің жүрегімізге қарап отыр. О сияқты дұрыс болу керек. Аллах соған қарап біздің қалымыз асады. Соған қарап біздің берекетіміз болады. Соған қарай бізге жәннат жақындайды. Соған қарай біз тозақтан құтыламыз бауырлар. Аллах Тағала өлімді жаратты, Аллах Тағала өмірді жаратты, біздерді сынау үшін. Амалдың жақсы ықыласпен жасалғаны, амалдың жақсы Құран мен сүннетке сәйкес болғандығы. Аллах Тағала баршамыздың күнәларымызды кешірсін. Ізгілікке бастасын. Аллах Тағала айтыр, жүрегімізде сондай бір риядан, қасаттан, жамандықтан сақтасын. Аллах осы біздің бір жүрегімізге бауырларға деген махаббат орнатып берсін. Ертең сол бауырмен бірге Аллахтың аршын саясында болатындаймыз. Шіркін, Аллахтан сұраймыз жанына кіруді. Ертең жәннатта сіздердің біреулеріңізді кездесіп қалатын болса, мен үшін үлкен қуаныш болар еді. Аллахтай әлбетте, Аллах біздерді тозақтан сақтасын, сол күндерге жеткізсін. Бұл өмір деген уақытша. Бізге дейін талай адам болған, кетеміз. Онда кетіп қаламыз, сөйленбеген сөз үшін, берілмеген көз үшін, қаралмаған көз үшін, бірімізге ренжіп, шайтанға жем болып кетуге сақтауымыз керек. Әрқашанда Аллах біздерге Құраннан болған қайырлы ілімдер нәсіп етсін. Соған лайықты амал нәсіп етсін, ықылас нәсіп етсін. Жер бетіндегі барша мұсылман бауыр Аллахтан шынымен де панасын алсын. Аллах мұсылмандардың малдарын қорғасын, мұсылмандардың жандарын қорғасын, әйел бала шағаларын қорғасын, ар намыстарын қорғасын, ауырғандарына шипа берсін, қарызға батқандарын қарыздан құтқарсын, өмірден кеткен мұсылмандарды Аллах кешірсін, амалдарын қабыл етсін, тірі жүргендерімізге шынымен де өсиет амалдарын нәсіп етсін. Аллах Тағала сөйтіп баршамызды жәннатқа лайықты амалдармен сүйіншілеп, бұл өмірден тек қана өзі риза болуға